Айгүл, қай факультетте, қай курста оқисың? Аударма факультетінің 3-ші курсында оқимын. 1 жылдан кейін университетті бітіремін. Қазақ бөлімінде оқисың ба? Иә, мен қазақ мектебін бітірдім. Қазақ бөлімінде, әдетте, қазақ мектебін бітіргендер оқиды. Қандай шет тілдерін оқып жатырсың? Ағылшын тілі мен испан тілін оқудамын. Ағылшын тілі сабағында, сабақ ағылшын тілінде жүре ме? Иә, ағылшын тілі тарихы, фонетикасы, грамматикасы сияқты сабақтар ағылшын тілінде жүреді. Жазда тапсыратын емтихан көп пе? Иә, 6 сабақтан емтихан, 4 сабақтан сынақ тапсырамын. Емтихан тапсырған соң демаласың ба? Жоқ, жазғы практика бар. Практикадан қайда өтесің? Практикадан сыртқы істер министрлігінде өтемін. Университет бітіргеннен кейін, сонда жұмыс істейсің бе? Иә, сонда 2 жыл жұмыс істеп, магистратураға түсемін. Магистратурада оқу міндетті ме? Жоқ, бірақ оның маңызы жылдан жылға өсуде.